Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі психологиялық тестіміздің тақырыбы суретті таңдап, өзіңізге лайық мамандық түрін анықтау болып табылады. Бірақ та бұл тестімізді бастамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, және де шыққан нәтижені комментарийға жазып кетіңіз. Ал ендеше кеттік. Егер дөңгелекті таңдасаңыз, сіз үшін қарым-қатынастың рөлі зор. Өз ортаңызда өзіңізді бақытты сезінуді маңызды санайсыз. Өзгелердің қуанышын да, қайғысын да өз басыңыздағыдай қабылдайсыз. Кейде өз-өзіңізден үйлесімділік таппайсыз. Сізге әртіс, маркетолог, мұғалім, тарихшы, мейрамхана иесі сияқты мамандықтар жарасады. Егер де сіздің таңдауыңыз екінші суреттегі шаршыға түсетін болса, сіз өте еңбекқор адамсыз. Бастаған істі орта жолда тастамайсыз. Төзімділік, жүйелілік, дәйектілік жұмыстағы басты қасиеттеріңіз. Бірақ маңызды істерді шешерде ұсақ-түйекке шүйлігіп қаласыз. Миыңыздың сол жақ бөлігі жақсы жұмыс істейді. Демек, логикаңыз жақсы дамыған. Сол себепті жүректің емес, ақылдың айтқанына бағынасыз. Сізге есепші, бағдарламашы, банк қызметі, дәрігер, инженер, жүргізуші мамандықтары дәл келеді. Таңдауыңыз үшбұрышқа түсетін болса, сіз өте жақсы менеджерсіз. Жаңа ақпаратты бірден қағып аласыз да талдап, сараптап, жіпке тізіп шығасыз. Біліктілігіңіз бойыңызға сенімділік ұялатады. Барлығын дұрыс жасауға талпынасыз. Қателік шықса, мойындағыңыз келмейді. Биік мақсатқа жету үшін өзіңізге деген тым сенімділік пен шыдамсыздықтың кедергі келтіруі мүмкін. Сәйкес келетін мамандықтар: архитектор, экономист, саясаткер, әскери қызмет, менеджер, қорғаушы және де дизайнер. Егер де таңдауыңыз тік төртбұрышқа түссе, сіз өз өнеріңізді бағаламайсыз. Тіпті ештеңеге қабілетім жоқ деп те ойлайсыз. Сондықтан өзіңізді іздегенде екі үстелге қатар отырғыңыз келеді. Бұл бірақ та мүмкін емес. Бұйырған кетпейді. Осыны естен шығармаңыз. Жаныңыз сүйетін іспен айналысуда тәуекелге бел буыңыз. Сіз үшін бөлім басшысы, кәсіпкер не аниматор болған дұрыс. Таңдауыңыз ерек пішінге түссе, сіз шығармашылық адамысыз. Өмірге әр қырынан қарайсыз. Оның әр қайсынан ішкі сұлулықты көресіз. Қарқымды, сабырлы адамсыз. Бір орында отырып ұзақ жұмыс істей алмайсыз. Ең керемет креативті идеяға байсыз. Оны жүзеге асыру үшін жүйелік пен шыдамдылық жетіспейді. Өзіңізді зерттеуші, дизайнер, өнертапқыш, музыкант, жазушы не суретшілер арасынан іздеп көріңіз. Мінекей достар, біздің бүгінгі тестіміз аяқталды. Комментарийға нәтижелермен бөлісіп кетіңіз. Мен бұған өте қатты қуанышты болар едім. Сонымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.